өзі бітіп жатса болады ондай жағдайлар. Ең басты рөлде ойнайтын актеріміз мұрт жабыстырып шыққан болатын. Мұртымды қырып келейін деп сахнадан шыққан кезі осы қызықты кез болған. Макияж жасап берші деген сұраныстар көп болып жатады. Өнер адамы ол ақша үшін емес, өнер үшін келеді. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің есімім Айтахметова Айгерім Бекқызы. Мен осы біздің өңіріміздегі Шығыс Қазақстан облыстық драма театрында суретші гример қызметіндемін. Адам бетін гримдеу негізі ол гримнің түріне байланысты. Яғни гримде бізде әртүрлі. Гримнің қиындығына байланысты және қандай грим соған байланысты әр кезде әрқалай шығады. Егер біздегі заттар, мысалы, гримнің өзі бітіп жатса, болады ондай жағдайлар. Сұр түс егер бітіп жатса, онда ақ пен қараны араластыруға болады. Ашық қызыл түс болмай жатады. Ол кезде қызыл мен ақты араластырып, сол керек түсті шығарып жатамыз. Бізде гримнің сахнада бұзылғаны болған емес, бірақ сақал мұрт жабыстырған кездерде сақал мұрттың ашылуы, яғни актердің ұзақ уақыт сахнада болуына байланысты және терлеуіне байланысты сол кездерде кішкене ашылуы жағдайы болып жатады. Ол кезде бірақ сахнаның екі жақ порталы болады. Сол жерде актер қай жақтан шығады, бір үзілістерінде арасында келіп жабыстырып көмектесіп тұрамыз. Енді бізде ең қызықты бір жағдай болған. Ол бізде қойылым болған болатын. Сол кезде ең басты рөлде ойнайтын актеріміз мұрт жабыстырып шыққан болатын. Ол кісі үзіліссіз басынан аяғына дейін ойнау керек болған. Сол кезде ол кісінің мұрты ашыла бастады да, ол кісі сол қойылымға кедергі жасамай, бірақ өз сөзімен кешіріңіздер, сіздер отыра беріңіздер, мен қазір барып мұртымды қырып келейін деп сахнадан шыққан кезі осы қызықты кез болған. Есімізде қалған, бірақ бұл қойылымдарға кедергі жасап, немесе сахнаның үстінде мұрттың түсіп қалуы, немесе сақалдың ашылып кету жағдай әлі болған емес. Менің ойымша болмайтын шығар деген ниеттеміз. Грим барлық адамдарға келе береді, бірақ актриса қыздарымыз бар. Грим бетіне жақпайтын, яғни аллергиясы бар адамдар болады. Немесе балалардың бетіне де үлкен гримді қолдана алмаймыз, сондықтан да оған арнайы гримдер алдырамыз. Ал кейбір аллергиясы бар, немесе гримге аллергиясы бар адамдарға, онда біз аквагриммен жасаймыз. Одан кейін балаларға да міндетті түрде аквагрим қолданамыз. Грим жасау барысында әр кезде ізденіс болады. Портретный гримдарда бұл жерде фантазия немесе көп ізденіс қажет емес, өйткені көптеген, яғни белгілі бір портретный грим, яғни белгілі бір тұлғаны жасау керек. Сондықтан бұл жерде аса көп қиындық тудырмайды. Бірақ қиын гримдер болады, немесе бір аңды, немесе бір құстарды жасау керек болғанда көптеген ізденістер қажет болады. Ол кездерде енді бізде бір қойылымның премьерасы болудың алдында бізде дайындықтар болады, яғни бірінші генеральный деген, екінші және үшінші генеральный болады. Осы кездерде режиссердің келісуімен бірігіп, бір күн басқа гримді көреміз, екінші күні тағы да бірдемелер қосып жатамыз. Және үшінші генеральныйда және сдача кезінде, яғни тапсыратын кезде, сол кезде нақтыланып, арнайы бір гримді бекітеміз. Негізі өнерге кішкентай кезімнен бастап қызыққан болатынмын. Өйткені өзім ән айттым, өзім би биледім, өнерге әрқашан жақын жүрдім. Одан кейін 2012 жылы, яғни осы Шығыс Қазақстан драма театрына келдім. Бірақ актерлік шеберлік бойынша осы актриса болып орналасқан болатынмын. Сонымен қатар осы актриса болып 2015 жылға дейін жұмыс жасадым. Одан кейін отбасы жағдайыма байланысты және осы жұмысқа қызығушылығым болғаннан кейін осы театрда гримерлікке ауысып, сол 2016-дан бері осы біздің Шығыс Қазақстан драма театрында гример болып жұмыс жасап жатырмын. Киногрим мен театр сахнасындағы гримнің айырмашылығы өте үлкен. Өйткені өздеріңіз көріп жүргендей, көгілдір экранның ар жағында грим өте аз болу керек және ол шынайы болу керек. Ал бізде театр сахнасында светтің қойылуына байланысты және эффектілердің көп болуына байланысты, ол жерде біз көрерменге көрінетіндей болу үшін оны екі есе көбірек жағуға тырысамыз. Өйткені ол соңғы отырған, орындықта отырған көрерменге көрінетіндей болу үшін.
Гримерлікке арнайы өнер ордасында, Алматыда және Бишкекте немесе Астанада осы өнерге оқытатын арнайы мекемелер, оқулары бар. Сол жерден гримнің сабақтарын алып, сол жерде оқуға болады. Маған бұл жұмыстың қызығушылығы, яғни әр кезде ізденісте жүресің, әр кезде өзіңмен өзің жұмыс жасайсың, шабыт аласың. Сонысымен осы жұмыс өзіме қызықты. Гримерліктің енді ұнайтын жақтары көп болғанымен, ұнамайтын жерлері де болады. Яғни грим макияжбен қатарлас жүреді, яғни бұл жерде де адамның бет әлпетімен жұмыс жасау болғандықтан, мен гриммен қатар макияж да жасаймын, шаш үлгісін жасаймын, яғни бұл гримердің қызметіне кіреді. Сол жерде мысалы той-томалақтарда немесе жақындарымызбен бір жерге жиналған кезде, құрбылармен жиналған кезде көбінде сұраныс болып жатады: шашымды істеп берші, мына жерін жөндеп бересің бе, макияж жасап берші деген сұраныстар көп болып жатады. Осындай кезде енді күнделікті жұмыс жасап жатқандықтан, күнделікті, яғни бұл жұмысым болғандықтан, кейде жоқ деп айтқым келеді, бірақ көңілдеріне қарағаннан кейін жасау керек болады. Бірақ енді әр кезде осындай сұраныстарға жоқ деп айтқым келеді. Гримердің жалақысы, яғни өнер адамдардың барлығы өздеріңіз білетіндей, басқа жерлерге қарағанда аз болып келеді. Көп жерден естіген болатын шығарсыздар. Өнер адамы ол ақша үшін емес, өнер үшін келеді деп. Сондықтан өнер адамының жалақысы аз. Ал енді өзімнің жалақыма келетін болса, менің жалақым 80 мен 120 мыңның арасында. Гример болмасам, мен осы өнер ордасында жүрер едім деп өзім ойлаймын. Өнерден кетпеуші едім. Бірінші мамандығым менің мұғалім болғандықтан, мұғалім болып 2 жыл қызмет істеп көрдім. Бірақ бұл менікі емес екенін түсіне келе, өнер ордасына бәрібір де бас сұқтым. Өнер ордасына жүргеніме 8 жылдан астам жыл болды. Сондықтан гример болмасам да, бірақ осы өнерде жүрер едім деп ойлаймын. Өнерді сүйе біліңіздер.